Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз сарымсақ жеңдер, сонымен емделіңдер. Өйткені ол 70 түрлі ауруға емдеп Құран аяттарында айтқан екен. Халық арасында өмір суы деген атқа ие болған сарымсақ сусынын жапондықтар ерте заманнан бері дайындап келген. Бұл сусынды халық сарымсақтың құрамындағы түрлі ауруларға ем болатын элементтерді жойып алмай дайындай алған. Сарымсақтың өткір иісі мен ащы дәмі көп адамдарға ұнай қоймайды. Сарымсақ өте пайдалы көкөніс. Құрамы ақуызға, көмірсулар мен 400-ден аса биологиялық белсенді элементтерге бай. Бір түйірін жегеннен кейін-ақ қан айналымы жақсарып, зат алмасу жұмысы реттеле бастағанын сезінесіз. Сарымсақта ең күшті бактерияға қарсы аллицин деген зат бар. Алайда аллицин сарымсақты турағанда немесе езгенде тез тарап, ал қыздырғанда, яғни тамаққа қосқанда тез бұзылады екен. Сондықтан да мамандар сарымсақты шегідей жеуді немесе сарымсақтан жасалған сусынды ішуді ұсынады. Жасанды антибиотиктер сарымсақпен ешқашанда теңесе алмайды. Себебі сарымсақ өте зиянды бактерияларды түбегейлі жоятын қасиетке ие. Өзі ащы болса да, пайдасы орасан зор пияз тектес бұл өсімдікті күн сайын жейтін болсаңыз, туберкулез, кандидоз және жұқпалы іш ауруларынан өз ағзаңызды қорғайтын боласыз. Сарымсақ сусыны қалай дайындалады? Осыған тоқталып өтсек. 25 түйір сарымсақты ұсақтап турап алып стаканға салыңыз. Үстіне 2 стакан су құйып қайнатасыз. Су қайнаған соң оттан алып, бетін дәкемен жауып 3 күнге тұндырып қойыңыз. Бұл жердегі маңызды нәрсе бетін дәкемен жабу болып табылады. Өйткені өнімге ауа барып тұруы қажет. Осылай сарымсақтың бүкіл емдік қасиеті суға берілетін болады. Сосын суын бөліп алып, бір шай қасықпен тамақ алдында ішіп тұрасыз. Емделу уақыты 1 ай. Тұнбаны холодильникте сақтауымыз керек. Қарапайымдылығына қарамастан жүйелі денсаулықты нығайту үшін өте тиімді құрал. Оны өз уақытында ауыр аурулардан құтылуға көмектескен көптеген қарт адамдар ұсынады. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізге әрі қарай жұмыс жасауымызға зор шабыт береді. Сарымсақ қандай ауруларға ем болады? Сарымсақ зат алмасуды жақсартады. Сарымсақ суынан кейін асқазан ішек жолдарында мынандай өзгерістер орын алады. Асқазан сөлінің қалыпты бөлінуіне, темірдің жақсы сіңуіне әсер етеді. Ас қорыту жүйесі мен ұйқы безі жұмысын жақсартады. Ішекте зиянды бактерияларды жояды. Тәбетті ашады. Есте сақтаңыз. Гастрит, асқазан мен 12 елі ішек жарасында панкреатит ұйқы безі қабынуы кезінде сарымсақты жемеген дұрыс. Сарымсақ және қант диабеті. Қант диабетіне шалдыққан жандарға сарымсақты күн сайын жеуге кеңес береміз. Өйткені аталмыш көкөніс қанттың қан құрамына шоғырлануын 25%-ға дейін төмендетеді екен. Сондай-ақ артериялық қан қысымы мен қан тамырларына жағымды әсер етіп, қант диабетімен ауыратын жандарға жүрек бұлшықетінің белгісіз дертінен қорғайды. Сарымсақ және қатерлі ісік. Күкірт, диалил сульфид, селен және тағы да басқа химиялық элементтер еркін радикалдарды ағзадан шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, сарымсақты үнемі пайдаланатындар онкологиялық аурулардың дамуына 20% тосқауыл қояды екен. Мысалы, асқазан, тоқ-ішек, бауыр мен сүт безінің қатерлі ісігі. Иммунитетті көтереді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, күзде ауада зиянды вирустар көбейеді. Ал мұнымен сарымсақ қана күресе алады. Сол үшін де тұмау мен инфекциялық аурулардың алдын алу үшін сарымсақ жеген дұрыс. Ғалымдардың зерттеуі бойынша сарымсақты күн сайын жеген адамның өз-өзін тұмаудан 60% қорғайтыны белгілі болған. Сарымсақты ұйқы қашқанда, тыныс алу жолдары бітелгенде жастығыңыздың астына қойып жатыңыз. Сарымсақтың өткір иісі адам жанын тыныштандырып, тыныс алу жолдарын тазартады. Сондықтан да ескіден келе жатқан халық емі бойынша ұйқы бұзылғанда, тыныс алу жолдары бітелгенде сарымсақты жастықтың астына қойып жатқан пайдалы. Әйтпесе, тұмаудың әсерінен тыныс алу қиындап, таңға дейін көз ілмеуіңіз мүмкін. Енді сарымсақ жөнінде қызықты мәліметтерге тоқталсақ. Ертеде римдіктер мен гректер сарымсақ жеген әскер батыл әрі өжет болады деп сенген. Тіпті олимп ойындарына қатысатын атлеттер де бұдан шет қалмаған.
Мысырлық әйелдер балаларын ішек құрттардан сақтау үшін мойындарына сарымсақ іліп қоюды әдет еткен екен. Пирамидаларда салып жатқан жұмысшыларды түрлі аурулардан қорғау үшін оларға пияз бен сарымсақ қосылған тағамдарды көп жегізген. Сарымсақ жеу олардың жұмысқа деген қабілеттерін арттырған көрінеді. Бұл жайында біздің заманымызға дейінгі 450 жылы Мысырға саяхат жасап, Хеопс пирамидасын тамашалаған көне грек тарихшысы Геродот мындай естелік қалдырған. Пирамидада көне Египетке тән белгілермен таңбаланған жазбалар сақталыпты. Онда пирамиданы салып жатқан уақыттарда жұмысшылар тұтынған ащы көкөністер, шалған, пияз бен сарымсақтардың мөлшері көрсетіліпті. Әлгі жазбадағы таңбаларды түсіндіріп тұрған аудармашым бір мезетте қатты таңғалған кейіпте, білесіз бе, жұмысшыларға пияз бен сарымсақ алуға жұмсалған ақша тұп-тура 16.000 күмісті құрапты деген есімде жақсы қалыпты. Қытай халқы сарымсақты ас қорыту мен тыныс алу жолдарындағы ауруларды емдеуге, оба мен тырысқақ індеттерінен қорғануға, әйелдердің етеккір циклі бұзылған кезде, тері ауруларына, ревматизмге қарсы пайдаланса, көптеген ұлттар сарымсақты әлде жылан шаққанда удың әсерін кетіруге жаратуда. Бірінші дүниежүзілік соғыста да әскерлерге көбірек сарымсақ жегізу арқылы оларды жұқпалы аурулардан қорғау тәжірибесі іске асырылған. Жаратушы иеміз сарымсақтың құрамын өте бай етіп жаратыпты. Зерттеушілердің айтуынша, оның құрамында Б және С тобында жататын дәрумендер хлор, темір, фосфор, йод, марганец, кальций, мыс, магний, көмірсулар және тағы да басқа микроэлементтер көп. Басым бөлігі судан, көмірсулар мен ақуыздан тұрады. Селен, А, В1, С, П дәрумендерде кездеседі. Аздаған мөлшерде майларда жоқ емес. Солардың бірі эфир майы. Мамандардың айтуынша 100 грамм сарымсақта 150 калорий бар. Ал сіз сарымсақты көп пайдаланып жүрсіз бе? Сіздермен бірге болған дертке ем арнасы. Келесі кездескенше аман сау жүріңіз.